Сәлем достар, бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері тақырыбын бірге қарастырайық. Қосындының бөлінгіштік қасиеті. Мысалмен қарастырайық. Мысалға бізге берілсін 125 қосылған 75. Осындай қосынды берілсен, бұл қосынды 125-ке бөлінгіштігін анықтайық. Осы қосындының 125 қосылған 75. Енді қарайық, 125-ті біз құрамында 25 бар екенін білеміз. 25 көбейтілген 5-ке тең. Қосылған 75-те бізде 25-ке бөлінеді. 25-ті 3-ке көбейткенге тең. Енді қарайық, ортақ көбейткіш екеуінде де 25. Оның жақшаны сыртына шығарып жіберем. 5 қосылған 3. Сонда ол 25 көбейтілген 8-ге тең. Енді қарайық, осы қосылғыштардың әр қайсысы жеке 25-ке бөлінгендіктен осы қосынды да 25-ке бөлінеді екен. 206 есеп. Қосындының бөлінгіштік қасиетін пайдаланып өрнектің мәнін табыңдар дейді. 84 қосылған 28-ді 14-ке бөлу керек. Оны жеңіл түрде қалай бөлсек болады? 84 бізде 14 көбейтілген 6-ға тең. Қосылған 28 14 көбейтілген 2-ге тең. Бөлінген 14. Ортақ көбейткіш 14, оны жақшаны сыртына шығарып жіберем. Сонда 6 қосылған 2 қалады. Көбейтілген 14, бөлінген 14-ті жазам. Енді қарайық, 14-ке бөлсек бізде 1 шығады. Мына жерде 6-ға 2-ні қосам. 8. Келесі 133 қосылған 76. 133-ті 19 көбейтілген ретінде жазсам, 19 көбейтілген 7 қосылған 76. 19 көбейтілген 4 деп жазсам болады. Бөлінген 19. Сонда мұнда 7 қосылған 4 қалады. Мұнда 19 бөлінген 19. 7-ге 4 қоссам 11. Келесі 192 қосылған 72-ні бөлу керек 24-ке. 24 көбейтілген 8 қосылған 24 көбейтілген 3. Бөлінген 24. Біз бірден жазайық. 24-ті ортақ көбейткіш жақшаны сыртына шығарсақ, бізде қалады 8 қосылған 3. 11. Келесі 220-ны бөлу керек 44-ке. Олай болса 44 көбейтілген 5 болады. Қосылған 88-ді 44 көбейтілген 2 деп жазам. Менде мұнда 44-ті ортақ көбейткіш ретінде жақшаны сыртына шығарсам, менде қалады 5 қосылған 2. 7-ге тең. 183 қосылған 305-ті 61-ге бөлу керек. 183-ті 61 көбейтілген 3 деп жазам. Қосамын 305-ті 61 көбейтілген 5 деп жазам. Бөлеміз 61-ге. Сонда ортақ көбейткіш 61, жақшаны сыртына шығарсам, менде қалады 3 қосылған 5. 8-ге тең екен. 300-ді бөлу керек 75-ке, 150-ді бөлу керек 75-ке. 75 көбейтілген 4 қосылған 75 көбейтілген 2-ге тең. Бөлінген 75. Бізде қалады екен 4 қосылған 2. 6. 207 бөлуді орындаңдар дейді. Біз мынаны 9 көбейтілген 2x деп жазсақ болады. Қосылған 45-ті 9 көбейтілген 5y деп жазсақ болады. Бөлінген 9. Ортақ көбейткіш 9-ды жақшаны сыртына шығарып жіберем. Сонда 2x қосылған 5y көбейтілген 9 бөлінген 9 болады. Сонда бізде жауабы 2x қосылған 5y екен. Келесі 35m қосылған 42n бөлінген 7-ге. Бұл бізде 7 көбейтілген 5m қосылған 7 көбейтілген 6n-ға тең. Бөлінген 7. Мына жерде біз 7-ні жақшаны сыртына шығарайық. 5m қосылған 6n көбейтілген 7 бөлінген 7 болады. Сонда ол бізде 5m қосылған 6n-ға тең екен. Келесі 40m қосылған 55n бөлу керек 5-ке. Бұл бізде 5 көбейтілген 8m қосылған 5
көбейтілген 11n бөлу керек 5-ке, иә? Бұл 8m қосылған 11n, ортақ көбейткіш 5-ті жақшаның сыртына шығардық. Сонда жауабы 8m қосылған 11n екен. Келесі 195a қосылған 65b. 195a-ны 13 көбейтілген 15a деп жазсам болады, 65-ті 13 көбейтілген 5b деп жазсам болады, бөлінген 13. Сонда 15a қосылған 5b көбейтілген 13 бөлінген 13 болады. Ол бізде 15a қосылған 5b-ға тең. 208 сыныпта 17 ұл және 12 қыз бар. Олар топтардағы қыздар саны бірдей және ұлдар саны бірдей болатында екі топқа бөлініп волейбол ойнай ала ма? Әрбір топта неше ұл бала, неше қыз бала болады дейді. Бізде 14 ұл бала бар, оған 12 қыз баланы қосып 2-ге бөлеміз. Сонда 2 көбейтілген 7 қосылған 2 көбейтілген 6 бөлінген 2 болады, иә? Сонда 7 қосылған 6 көбейтілген 2 бөлінген 2, яғни 7 қосылған 6. Бұл 13. Сонда волейболда бір топта 13, екінші топта да 13 болып, 2 топқа бөлінсе болады екен, иә? Және ол жерде 7 ұл болады бір топта, 6 қыз болып 2 топқа бөлінеді. 209 Нұржан, Қайрат, Ардақ және Бауыржан серуендеуге шықты. Нұржанда 4 кәмпит, Қайратта 6 кәмпит, Ардақта 6 кәмпит бар. Бауыржанда 4 пошта маркасы болды. Балалар барлық кәмпитті тең бөліп жеді. Бауыржан достарынан алған кәмпит санына сәйкес оларға маркаларын бөліп берді. Кім неше марка алды? Бізде барлығы неше кәмпит екенін тауып алайық бірінші, 4, 6 кәмпит бар. Олай болса барлығы 16 кәмпит. Осы 16 кәмпитті 4 бала өзара бөліп жеді. Олай болса әр қайсысына 4 кәмпиттен тиеді екен. Енді қарайық. Бізде Нұржан, ода 4 кәмпит бар. Қайрат, ода 6 кәмпит бар. Одан кейін Ардақ, ода 6 кәмпит бар. Және Бауыржан, бұл жерде ода кәмпит жоқ, иә? Олай болса біз әр балаға 4 кәмпиттен тию керек дедік. Нұржанда 4 кәмпит, ол өзінде қалдырады. Қайратта 6 кәмпит, оның 2 кәмпитін алып Бауыржанға береді, иә? Одан кейін Ардақта 6 кәмпит, ол өзінен 2 кәмпитті алып Бауыржанға береді. Сонда Қайратта 4 кәмпит, Ардақта 4 кәмпит, Бауыржанда 4 кәмпит болды. Олай болса Бауыржан өзіндегі 4 пошта маркасын екеусін Қайратқа, екеусін Ардаққа береді екен.